Сәлем менің дуин эфирімдегі барлық тыңдарман көрермендерім. Мен мені Қоңырсақ алат бүгін таңертең әкеп, жылқыларға қосып қойып берген. Жаңа келсем жануар ұстап байлап қойсам, сондай бұзаусыз қылып жуасады. Бұны ел сат деп маған мазалайды да. Сат деді, дұрыс сатайын. Мен өзім мінем деп әкелдім бұны. Осының торқын танитын адамдар болса, шіркін көрмей-ақ баға беріп алсаң болады. Мінекей. Аттың қандай бейнесі тұр. Міне, өзі 7 жасар. Әйтпесе міне маған да үйір болып кетті мына сондай керемет. Тұяғын көріңіздер, аяғын көріңіздер. Бәрін көріңіздер. Шауып тастаған, тостаған сияқты. Тұяқ деген. Енді аздап осы аттың тарихын сөйлеген ба? Жал деген мынау, мен оны айтпаймын, өздеріңіз түсініп тұрсыздар. Құйрық деген мынау, санжы дегендегі са деген танбай екен мынау. Құйрық деген мынау, е? Әйтеу, құйрық бар ма? Бар. Артынан көріңіз. Шашаны көріңіз, жер соғарды көріңіз. Бұл 48 сағат машинаның үстінде тап жылмай тұрды жануар. Алдына бір жоңышқа сақ қойдым, кеше баркөлден сатып. Не содан жемеді. Құмылдағы бір ойғырдан бір шөп алғам, не оны жемеді. Андасында бір жұлып шенек қояды. Бұл енді жаздай жүрген қыстай білмеген ат екен өткен қыста. Еті де семіз көріп тұрсыздар. Бұл аттың сондай немен ерекшелігі бар дейді. Немен ерекшелігі барын көрсінші ме енді. Мен сіздерге әуелі бұны сатам ба, сатпай ма, бұл тура мен ойланғам жоқ. Бірақ жақсыны көрмекке дейді. Атты көріңіздер. Ат қайда қарап тұр, немене қарап тұр, біз де білмейміз. Мінекей. Жалды көріңіз. Кеудені көріңіз. Екі аяқтың ортасын көріңіз. Танауын көріңіз. Сізін ашайын десем жүрген жоқ, ашылмадым. Жуастығында амал жоқ, Бұл Қоңырсақ алат. Әдеттегі аттардың бірі болса, мен де бұны елге бүйтіп таныстырмайым. Бойын айтпай-ақ өлшейсіз, бір деліп шыға береді бойы. Бойын сәнтіге салмады, мен бұны. Жас жылқы үркітіп алам ба, чошытып алам ба. Қазақта бір сөз бар. Жақсыда жаттық жоқ деп жатады. Сол сияқты жақсы атта да өре келген жылқыларға елең деп. Дүбірді көрсе елігіп, белдеуде тұлпар тұра алмас деген Жамалқан апамыздың сөзіне де тура келеді. Көре беріңіздер, мен баға айтпаймын, халық баға айтады, ат өз бағасын айтады. Телефон 155 0901 1147. Телефон 155 0901 1147.